Нөмірі 51 жалпы орта білім беретін мектебінің сауат ашу негіздері бойынша тақырыбы сиқырлы дыбыстар деп алды сынып жетекшісі Магзумова Арайлым. Ойын кейде көптеген тапсырмалар оқып беріп жатсыз ма? Енді қазір барлығын тоқтар ашып, шартты шеңберден бастайды. Дыбыстар естіртем, я соны қандай дыбыстар екен біздер ажыратайтын боламыз ма? Қандай? Осы дыбыстарын естіріп, құлақпен естіріп, ненің дыбыстарын естіріп? Бұлардың барлығы неге? Дыбыстар. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге, қандай? Дауыссыз. Дауысты және дауыссыз бұл. Ал балдар дауысты және дауыссыз дыбыстарды біз жасалу жолын білеміз қалай болады? Дауыссыз дыбыстар кедергі ұшырай ма, ұшырамай ма айтқанда? Ұшырамайды. Ал дауыссыз дыбыстар? Ұшырайды. Жақсы бала. Енді білесіңіздер, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дыбыстарды ішіндегі ауыз таусылғанша соза беруге болады. Әндетіп айтуға болады. Сіздің қатысымен кедергіге ұшырады. Бірнеше тапсырмалар дайындалып көрген, сол тапсырмаларды қазір барлығымыз бірге орындайтын боламыз. Енді мұқият тақсай қарайық. Бірінші тапсырмамыз қандай тапсырма екен? Тыңдайық. Ал балалар, енді менің кереметтей тапсырмаларымды орындауға дайынсыңдар ма? Менің бірінші тапсырмам атасы киіз үйлерге дауысты және дауыссыз дыбыстарды орналастырамыз. Сәттілік сендерге балалар. Екі киіз үй бар, көрдіңдер ме? Бірі қандай түсті? Екіншісі? Суреттерді буын сызбасына пост деп аталады. Сіздердің алдарында суреттер бар, иә? Ол суреттер десеңіз бірінші атаймыз, сосын буынға бөлеміз. Буынға бөлгеннен кейін оның тиісті сызбаға апарады. Яғни бір буынды болса, бір буынды сызбаға, екі буынды сызбаға апарасыз. Жақсы ма? Кеттік. Өшіргіш, иә? Буынға бөле қой. Неш буын? Үш буын. Менің енді үшінші тапсырмам суреттерді ата, дыбыстық талдауды жаса деп аталады. Тапсырмаларда нелер берген? Суреттер берген. Ең суретін атайықшы? Дыбыстық талдау жасайсыз. Қайсысын таңдайсыз? Да? Жақсы, дыбыстық талдау жасау. Бірінші қандай дыбыс? Сосын? Т, да? Қандай дауысты ма, дауыссыз ба?
Тамаша балалар. Енді менің төртінші тапсырмам. Суреттерді ата қандай дыбыстардан басталатынын айт. Жақсы балалар. Қазір балалар, сендердің алдарында нелер бар? Суреттер бар. Ол суреттерді не істейсіңдер? Атайсыңдар, және олар қандай дыбыстан дауысталып тұрғанын айтасың. Яғни дауысты ма, немесе дауыссыз ба? Жақсы ма? Іште суреттер бар, иә? Қазір сен айналдырасың. Қай кезегі тоқтайды, сол кезегі ашып, артында қандай сурет бар екенін айтасың, не ма? Айналдырасың. Қызыл үйге түсті, сүйдегі түсті екен. Оның ішінде сурет бар, алады. Бұл ненің суреті? Арба. Қандай дыбыстан басталады? Вот, бұл қызыл үйде ненің суреті екен? Қандай дыбыстан басталады? О, да? Дауысты ма, дауыссыз ба? О, дауысты. Дауысты, о деген дауысты. Жақсы бәрі. Вот, жарайсың. Керемет орындадыңдар. Менің бесінші тапсырмам дыбыстарды есту арқылы дауысты немесе дауыссыз екенін ажырат деп аталады. Балалар, бұл тапсырмада қазір мен сендерге дыбыстар айтамын, иә? Оларды сендер маған дауысты ма, немесе дауыссыз екенін айтасың, жақсы ма? Ал мұқият тыңдай. Қандай дыбыс? Анықта деп аталады. Ал тақтаға қарайық балалар, бұл тақтаға не тұрмыз? Тақтада не суреттер тұр? Ата, қозы, әтеш, ауыл. Енді қараңдаршы балалар, бұлардың қайсысы дауысты дыбыстан басталып тұр? Ара, дұрыс қандай дыбыстан басталып тұр? Сосын. Әтеш қандай дыбыстан басталып тұр? Өте жақсы. Дыбыстарды жаз және буындап оқы. Жақсы, балалар, қазір мен сендерге дыбыстарды айтамын. Сендер соны жазасыңдар, яма? Сосын екі дыбысты қосып, буындап маған істейсіңдер, оқып, бересіңдер. Дыбысын жазамыз. Дыбысы. Жаздық па? Енді дыбысын жазамыз қасына. Жаздық па? Енді қандай буын шықты айтайықшы? Арайлым апай, шәкірттеріңіз өте білімді екен. Менің барлық тапсырмамды дұрыс орындап шықты. Мен сендерге ризамын. Сау болыңдар. Тапсырмалардың барлығын сендер өте жақсы орындап деп риза болып жатыр, иә? Сендерге балалар, мен де ризамын. Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекет сізге ұнады ма? Не туралы айттық біздер? Дыбыстар туралы қайталап. Дыбыстар нешеге бөлінеді екен? Қандай дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар қандай текшеге белгілейміз? Дауысты дыбыстар не